Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор-терапевт Ибрагимова. Бүгін сіздерге ферритин туралы айтамын. Видеомыз сізге пайдалы болатынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ферритин дегеніміз бұл темірдің бауырдағы қоры, белок болып табылады. Организмдегі артық темір бауырда қор ретінде сақталады. Организмде темірге деген қажеттілік артқан кезде осы қорда жиналған темір жұмсалады. Егер осы қоры да азаятын болса, онда организмнің әлсіреуі, иммунитеттің төмендеуі, энергияның болмауы және әртүрлі симптомдармен сипатталады. Темірдің ағзадағы рөліне тоқталсақ, темір кислородты клеткаларға тасымалдайды. Сондықтан егер темір жеткіліксіз болатын болса, организмдегі органдар барлығы гипоксия болады, яғни кислородтық ашығу болады. Организмдегі химиялық күрделі процестер жүру үшін әрине темір қажет болып табылады. Темір токсиндерді бейтараптайды және фермент пероксидаза түзілу үшін өте қажет. Фермент пероксидаза қалқанша безі гормондары Т4, Т3 синтезі үшін қажет. Сондықтан егер сізде ферритин деңгейі өте төмен болатын болса, яғни темір жетіспеуінен қалқанша безі гормондары төмен болады, яғни гипотиреоз белгілері болады. Темір иммунитеттің жақсы болуы үшін өте қажет. Егер темір жетіспейтін болса, ішекте дисбиоз болады, яғни пайдалы бактериялардың азаюы зиянды бактериялардың көбеюімен сипатталады. Тері, тырнақ, шаш саулығы үшін өте қажет және организмдегі регенерациялық, яғни қалпына келу процестері үшін өте қажет. Темір жетіспеушілігіне алып келетін себептер: бірінші, асқазан ішек жолдарынан қан кету, немесе ұзақ уақыт тістің қанауы. Әйелдерде әсіресе менструация, яғни етеккір кезінде обильная менструация, ол да темірдің жетіспеушілігіне алып келеді. Және асқазан қышқылдылығының төмен болуы, рационда белоктың аз болуы. Себебі асқазан қышқылдылығы төмен болатын болса, темірдің сіңімділігі төмен болады. Әсіресе бұл гипотиреоз кезінде байқалады. Темір сіңімділігі үшін витамин С, В витаминдері, яғни фолий қышқылы мен В12 өте қажет болып табылады. Сондықтан осы витаминдердің дефициті болатын болса, әрине темірдің де дефициті пайда болады. Қалыптыда ферритин деңгейі 70 пен 100-ның арасында болу керек. Көбінесе әйел адамдарда гипотиреоз және ферритиннің төмен болуы жиі кездеседі. Ер кісілерге қарағанда жиі кездеседі. Консультацияға келетін кісілердің көбінде гемоглобин деңгейі қалыпты болады, бірақ ферритин деңгейі төмен болады. Мысалы, анализде гемоглобин деңгейі 110 мен 120, науқас ойлауы мүмкін, менде анемия жоқ деп. Ал ферритин деңгейі 8 немесе 10 немесе 20 өте төмен болады. Бұл жағдайда сізде жасырын анемия бар екендігін көрсетеді. Себебі организмге темір жетіспесе де бауырдағы қор жұмсалады және қандағы гемоглобин деңгейі қалыпты деңгейді ұстап тұрады. Екінші жағдайда гемоглобин деңгейі де төмен және ферритин деңгейі қалыпты болуы мүмкін. Бұл жағдайда сіз жалпы белок, В витаминдерінің деңгейін анықтау керек. Себебі белок деңгейі төмен болатын болса, әрине гемоглобин темір сіңімділігі төмендеп, гемоглобин деңгейі де төмен болады. Ал кейбір жағдайларда гемоглобин деңгейі төмен және ферритин деңгейі жоғары болып көрсетеді. Ферритин деңгейі егер 300-ден жоғары болатын болса, гематолог дәрігерінің кеңесі қажет болады. Ал егер 100-ден шамалы жоғары болатын болса және гемоглобин деңгейі төмен болатын болса, бұл кезде сіз бірден темір препараттарды қабылдаудың қажеті жоқ. Себебі бұл кезде соя мен С реактивті белоктың деңгейін көру қажет анализде. Себебі оларда егер организмде қабыну процесі бар болатын болса, қабыну процесін көрсетеді. Бұл жағдайдағы ферритиннің жоғары болуы, ол ложно повышенный болуы мүмкін, яғни ол
қабынудың бар екендігін көрсетеді. Темірдің запасын емес, организмде қабынудың бар екендігін көрсетеді. Сондықтан міндетті түрде қабыну процесін емдеу керек, содан кейін темір препараттарын қабылдаған дұрыс болып табылады. Әйел адамдарда көбінесе кандидоз молочница кезінде темір препараттарын қабылдауға болмайды. Себебі сіз кандидоз бен молочницаның өршуіне алып келесіз. Ал бұл сізге керісінше жағдайыңыздың нашарлауына алып келеді. Кейбір жағдайларда организмдегі темірдің, яғни ферритиннің деңгейін шұғыл түрде көтеру қажет болады. Мысалы, бала жоспарлаған кезде немесе жүктілік кезінде болуы мүмкін. Бұл жағдайда егер ферритин 15 мен 20-ның арасында егер одан төмен болатын болса, дәрігер сізге темірдің капельница түрін ұсынуы мүмкін. Әрине бұл темірдің капельница түрі немесе инъекция түрлері строго дәрігердің тағайындауымен және медициналық мекемеде жүргізілгені дұрыс. Себебі аллергиялық реакцияның пайда болу қаупі жоғары болып табылады. Егер сізде жалпы белоктың деңгейі 65-тен төмен болатын болса және гамма-цистеин деңгейі 9-дан жоғары болатын болса, әрине бұл кезде темірдің капельница түрін алуға болмайды. Себебі организмдегі қабыну процесін емдеу керек. Егер сізде сибір мен кандидоз болатын болса, және шұғыл түрде темір препараттарын қабылдау керек болатын болса, әрине бұл кезде капельница түрі жақсы вариант болып табылады. Әрине бұл жағдайда сибір мен кандидозды емдемеу керек деген сөз емес. Темір препаратын қабылдап, капельница түрін қабылдап болғаннан кейін сибір мен кандидозды емдеу керек. Себебі бірден қайтадан дефициттің пайда болуының алдын алу керек. Темірдің организмде сіңімділігі үшін В-тобы витаминдері В9, В12, жалпы белок, витамин С және цинктің қалыпты деңгейде болуы өте маңызды. Темір препараттарын қабылдаған кезде витамин С-ны параллельно қабылдаған дұрыс болып табылады. Себебі ол темірдің тотығуының алдын алады. Түйіндеп айтатын болсақ, темір жетіспеушілікті анемияның емі комплексна емдеу керек. Бір дәрімен темір жетіспеушілікті анемияны емдей алмайсыз, және дәрігердің бақылауында болу керек. Параллельно жаңағы темірдің кофакторларымен бірге қабылдаған дұрыс болып табылады, және асқазан қышқылдылығын қалпына келтіру керек. Сол кезде ем эффективті болады. Видеомыз ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.